Мышлениясы бай адамға айналудың жолы қандай? Тек мына ережелерді білсеңіз, мышлениясы бай адамға әп-сәтте айнала аласыз. Сәлем достар, менің есімім Айнар Байжан, мен нейропрактикпін. Нейропрактик деген адамның миының, тәнінің мүмкіндіктерін барынша пайдаланып, біз адамдар білмейтін мүмкіндіктерін пайдаланып, түрлі практикалар жасау арқылы аңсаған арманына жететін эксперт. Мен дәл осы YouTube каналымда сіздермен осындай әдіс-тәсілдермен күн сайын бөлісіп отырамын. Мені қолдасаңыздар, сіздерге алғысым шексіз болады. Олай болса, кеттік. Саидмұрат Давлатов өзінің бай және кедей сана туралы кітабында бай адамдардың ойлауы мен кедей адамдардың ойлауы арасындағы ара-жік барын түсіндіріп береді. Ол былай дейді: бай мышлениядағы адамдардың кедей адамдардан айырмашылығы, ең бірінші айырмашылығы, бай мышлениядағы адамдар проблема болса, оның шешімін іздейді. Ал кедей саналы адамдар: Құдай, мен не жаздым, не үшін маған осы проблема келіп жатыр, менде проблема деп бәріне шағым айтып жүреді дейді. Яғни мышленияны сана деп қазақшалап айтсақ болады, бірақ мышление деп айтсақ түсініктірек сияқты, сондықтан да мышление деп айта берсем айыпқа бұйырмассыздар деп ойлаймын. Бай адамдар кітап оқиды, ал кедей мышлениядағы адамдар теледидар көреді, сериал көреді, тиктокта таңнан кешке дейін парақтайды. Бай мышлениядағы адамдар жаңа білім алуға уақытын жұмсайды, ал кедей мышлениядағы адамдар билікті, үкіметті жамандап сынауға уақыт жұмсайды. Айналасында не жағдай бар, соның барлығына комментарий айтып сөйтіп отырады. Жалпы сүрінгенді, бүлінгенді сынама деген қазақта осындай әдемі сөз бар. Кедей мышлениясындағы адамдар дәл қазір қандай оқиға болып жатыр қоғамда, соны сынап отырады, соған уақытын арнайды. Бай мышлениядағы адамдар жақсы ортада жүргенді ұнатады. Кедей санадағы адамдар маған орта керек емес, зачем деп ойлайды. Бай санадағы адамдар жұмысты, шаруаны, оқуды кейінге шегермей, сол сәтте бастап кетеді. Сондай ой келген кезде, қажеттілік туындаған кезде олар оқуды, кітап оқуды, бірдеңе үйренуді бастап кетеді. Ал кедей санадағы адамдар кейінге қалдыра береді. Бүгін уақыт емес, ертең бастаймын, арғыны бастаймын деп жүре береді. Яғни олар идеальный уақытты күтеді. Бай мышлениядағы адамдар махаббат категориясымен ойланады, ал кедей санадағы адамдар қорқыныш категориясымен ойланады. Яғни не істесе де, қандай іс істесе де, бай мышлениядағы адамдар оны шын жүректен махаббатпен жасайды. Ал кедей санадағы адамдар не істесе де бір қорқып, күмәнданып, бір дефицитті состояниемен жасайды. Бай мышлениядағы адамдар спортпен шұғылданады, ал кедей мышлениядағы адамдар спортты армандап, диванда езіліп, тикток қарап жата береді. Бай мышлениядағы адамдар әр күннің уақытын дұрыс ұйымдастырып, сол жоспарға сәйкес әрекет жасап отырады. Ал кедей санадағы адамдар қалай болса солай жоспарсыз, рандомно дейді ғой, өмір сүріп, үнемі баратын жеріне кешігіп, уәдесінде тұра алмай, сөйтіп адамдардың көңілінен де шықпай жүреді. Бай санадағы адамдар ақшаны тек шын қажеттіліктеріне жұмсайды, ал кедей санадағы адамдар қалауын да, қажеттілігін де, барлығын қажеттілігі деп ойлап, бір сәттік ләззат үшін ақшасын жұмсай береді. Бай мышлениядағы адамдар өздерінің ақшасына жоспар құрады, өзінің ақшасын басқарады. Ал кедей санадағы адамдар, олар ақшасын қалай болса солай жұмсайды, ертеңгі күн ойламай, тек осы сәттегі ләззатына ғана жұмсайды. Жалпы бай адам мен кедей адам, бай мышлениядағы адам мен кедей мышлениядағы адамның айырмашылығы: бай мышлениядағы адам психологиялық тұрғыдан ересек адам, ал кедей мышлениядағы адам әлі бала күйінде қалып қалған адам. Не себепті? Бір адамдар ересек позицияға өтеді, ал бір адамдар бала күйде қалады. Өйткені ересек позицияға өткен адамдар өздерінің травмаларын, қорқыныштарын барлығын мойындап, оны психиканың түрлі қатпарынан аршып, жұмыс істеп, үлкен жауапкершілікті өзіне алатындай үлкен ересек позицияға өткендер. Ал бала позициясында қалып қалған адамдар, олар айналасын кінәлайды, өзіне ешқандай жауапкершілік алмайды. Бірдеңе болса үкімет кінәлі,
анау кінәлі, мама папам кінәлі, бізді оқытпады, бізді үйтпеді бүйтпеді деп жақындарын кінәлап өзіне жауапкершілік алудан қашады. Бұның артында үлкен травма бар, бұның артында ата-анасынан сепарацияланбау бар. Егер сіз менің онлайн жобаларымды алатын болсаңыз, сіз кедей санадан бай санаға өтетін, ересек адам болуға әрекет жасайтын жалпы трансформациялық әдіс-тәсілдерді ала аласыздар. Ол үшін осы видеоның астында сілтеме қалдырамын, сол сілтемеге өтсеңіз болады. Сіздермен болған Айнара Байжан. Мен үшін осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.